Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге ташкентский чай дайындайтын боламыз. Бұл өте қарапайым әрі өте тез дайындалатын керемет рецепт, сондықтан да осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бізге керекті заттар: мятаны кез келген дүкеннен ала аласыздар, және көк шай, қара шай, науат, қайнаған су және чайнек қажет болады. Ең бірінші қара шайдан 2 шай қасық чайнекке саламыз. Одан соң көк шай саламыз. Қазір мен сыртын ашып алайын. Бұл жақта мен 1 шай қасық қостым. Одан кейін науат саламыз. Науатты осындай ұсақ бөлікке бөліп салғандарыңыз дұрыс. Ол ерігеннен кейін өте керемет дәм беретін болады. Міндетті түрде бөліп салыңыздар. Неге бөлдік, және оны саламыз. Ендігі кезекте мятаны саламыз. Мятаны алдын ала жуып алыңыздар, және жапырақтарын саламыз. Бұл өте керемет хош иіс береді, және чайыңызды қайта-қайта ішкіңіз келетін болады. Ең керемет рецепт осы мятаны қоссаңыздар күшті дәм береді. Жалпы міндетті түрде чайларыңызға қосыңыздар. Қосамыз. Және барлығын қосып болғаннан кейін қайнаған су құямыз. Міндетті түрде суымыз жақсы қайнауы қажет. Одан кейін құямыз. Толтырып құйғаннан кейін бетін жауып 5 минуттай тұндырып қоямыз. Бір жағынан науатымыз еруі керек, және жақсы дәм береді. Осылай ыдысымызға құйып аламыз. Және құйғаннан кейін 1 шай алу керек. Қайтадан немізге құямыз. Шайнегімізге. Одан кейін барып құямыз, және сәндейміз. Бұл жерде мен мятаның көзімен жапырағын осылай үстіне қойып қойдым. Өте керемет болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.